бір. Ал енді алдында айтқанымыздай, Уахид Шарипұлы деген кісі геолог өзі бір ұсыныс тастайды. Қашанғы құр күрекпен, қайламен, ескі әдістермен, геологиямен айналыса береміз деп. Сосын жаңа бір техникаларды эксперимент жасауға ұсынады, бірақ шахтадағылар оның қолдамай қояды. Тіпті оның айтқанына күледі. Өйткені ол бір жаңаша нәрсе болғандықтан олар оған қатты сеніңкіремейді. Сол кезде Қаныш Сәтбаев бұлардың онысына онша мәз болмайды, сөйтіп сол шахтаның өзіне барып, сол жердегі басшыларға ұрысып кетеді. Содан кейін сол шахтада жаңағы Уахид Шарипұлының ұсынған техникалары ақыр аяғында эксперимент жасалады, яғни тәжірибеден өтеді. Енді 15 жылдан соң Сәтбаев та Шәріпов те өмірден аттанып кеткен кезде, сол күні директордың кабинетінде бас қосқан инженерлердің жетеуі кен қазуға аса қуатты жабдықтар жасап, өндіріске енгізген үздік еңбектері үшін КСР мемлекеттік сыйлығының иегері атанды. Жезқазғанның алып шахталары содан былай дүние жүзіне әйгілі. Оларда автоматты бұрғылау қондырғылары ғана емес, алып экскаваторлар мен кен таситын қуатты автомобильдер жұмыс істейді. Сол алыптардың әр қайсысы содан бері бұрынғы Жезқазғанның 10-20 шахтасының өнімін беруден жаңылған емес. Осылайша Уахид Шарипұлының ұсынысымен Сәтбаевтың қалай десек болады, басшылығымен осыған бейжай қарай салмай, осы істі соңына дейін апарып, өзі кірісіп, тіпті сондай басшылығының арқасында осылай Жезқазғанның кен қазуы алға қарай жылжиды. Яғни техника жағынан, жалпы әдіс жағынан алған кезде. Қазақ КСР ғылым академиясының бас ғимараты тұрғызылмақ алаң алапат соғыс жеңіспен аяқталған жылы қоршалғанымен, жетіспеушілік пен түрліше кедергілер себеп болып, құрылысы кешігіп басталған. Белгісіз фотограф бұл оқиғаның болған күнін 26 сәуір 1951 жыл деп көрсетіп, ғылым үйінің іргесіне Қаныш Имантайұлының бетон құйып жатқан сәтін бейнелеген деректі сурет қалдырған. Қазірде бұл үй Алматының ең әсем, айшықты ұлттық өрнекпен мүсінделген бітім тұлғасы дара, сырт келбетіне ішкі безенуі, кеңдігі, сыңғырлаған үлкенді-кішілі залдары, еңселі холл, неше түрлі кабинеттері жарасты ансамбль түзеген тамаша ғимараты. Оның тұрған орны да сирек кездесетін сұлу табиғат келбетімен табиғи жарасқан. Алды-арты бұлақ сылдырап, фонтандар шапшыған кең алаң, ту сыртында мәңгі көгерген ну жынысы шымылдықтай керіліп, күдірейген тау жоталары өркештеніп, басында сүрі қар жатқан ақ бас шың, сол бір ғажап суреттің етегінде алтын шапақты күн нұрына шомылғандай ақсары реңде тұлғаланып, еңселі де парасатты, таңғажайып сәулетті ғылым сайрайы аңдызап тұрады. Сол жарастық Шоқан Уәлиханов атындағы кең көшемен төмендеген сайын зорайып, екі жақтан қатарлысы сап түсеген академия институттарының біркелкі тұлғалы үйлермен ұлғая түседі. Қысқасы, бұл маңдағы барлық құрылыс сымбаты шебер сәулетшінің қиял тербеген ойынан туған. Бұл да Қаныш Имантайұлының ынта-жігермен дүниеге келген мансұқ іс. Ғылым ордасының жобасын жасауға ол белгілі сәулетші академик Щусевті, яғни Ленин мүрдесі жатқан мавзолей ғана емес, Москва қонақ үйін, Мәскеудегі Қазан вокзалын, Ташкенттегі Әлішер Науаи атындағы опера және балет театр сияқты 20 ғасырдың сәулетті ғимараттарын жобалаған атақты һәм шебер архитекторға айтып, сол кісі беделін салып, осы жұмысқа сол Щусевті жеккені мәлім. Енді Дархан Өмір ғылым жетекшісінің назарына күн сайын алуан міндеттер ұсынған. Соның бірі Алматы іргесінде тұрғызылмақ ядролық физика институтының құрылысы. Енді бұны салу үшін Сәтбаев
Мәскеуге Косыгинға барады. Осы мәселені шешіп беру үшін. Бұл кім десеңіз, бұл жоспарлау комитетінің жетекшісі, яғни сырақ қаржының бөлуіне жауапты кісі болса керек. Сонау бір жылдары болжам картасын жасап атқан зерттеу үстінде Қаныш ақша сұрау үшін осы жобаға ол кезде Косыгинге сұранған. Ол кезде Косыгин ойлапты, бұл кісі өзіне жасалған әділетсіздікке араласып, нақақ жазадан құтқаруды өтінер деп. Бірақ бір қызға Сәтбаев бұл жайында ләм-мим демейді. Тек қана жұмыс барысына қатысты, сол болжам картасына қатысты сұрақпен келеді. Сөйтіп, Косыгин дәл сол заматта оның сұрағын шешіп береді. Сол істі мемлекеттік қайраткер осы Косыгин есіне алып, бүй дегені бар. Жеке басының мүддесінен де гөрі мемлекет шаруасын көбірек ойлайтын адам әрдайым осылай істейді. Қаныш Имантаевичтің нақ сондай жан екеніне мен әрдайым сүйсініп, әрі қайран қаламын. Сол себепті мен оған ешқашанда жоқ демеймін, тектен-текке сұранбайтынын да жақсы білемін, деген екен. Енді бұл жолда осы Косыгинге келіп отыр. Бұл жолда мәнді шаруамен. Шаруасы жаңағы ядролық физика институтын құрылысы, сол ғимаратын салу. Сіздерде сол реакторда жұмыс істейтін кадр жоқ деседі, оны қайтесіз дейді Косыгин Сәтбаевқа. Сонда Сәтбаев, сізге ақпарды жаңсақ берген, зерттеуге бірден кірісетін ғалымдар бізде бар. Ал жетпейтін өздері бірер жылда дайырлап алады. Сонсоң Алексей Николаевич институт болмаса кадрда қайдан шығады? Төрелігін өзіңіз айтыңызшы деп төтесінен айтып салады. Яғни баяғыда ғылым академиясын соғарда анау бір басшының үйіне барып, дәл осылай айтады ғой әйеліне. Егер үй жоқ болса, жиһаз не аласыз деген секілді. Бұл жерде дәл солай ядролық физика институтын салдыратын болады. Сөйтіп ол ақыр келісім береді. Енді Талғар қаласының тау жақ іргесіндегі физиктер қонысы Алмалы мекені дүниеге осылай келгенді. Институттың еңселі ғимараты, ядролық реактор орныққан зертханасы, өзге де зертханалары, ғылыми қызметкерлер тұратын 2 қабатты коттедждерде бас аяғы 2 жылда бітіп, кең көлемді зерттеуге кірісті. Қазірде ол Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының жоғары қуат институты деп аталады екен. Қайда жүрмесін, қандай жұмыспен шұғылданбасын, ғалымның көкейінде сүйікті геологиясы дара тұрады. Сондықтан да экспедициялардан келген геологтармен кездесу, Алматыда ірге тепкен сан түрлі геологиялық қызмет мамандармен сұхбат құру Қаныш Имантайұлы үшін әрқашанда мерейлі қуаныш, қым-қуыт шаруалардан бір мезгіл сергу сағаты. Геология ғылыми институты директоры қарауындағы мыңға тарта қызметкердің әрбірі нендей мәселемен айналысатынын жақсы білген. Директор болған кезден өзіне дағды еткен, жылына 1 я 2 мәрте институттың зертханаларын аралап, әрбір қызметкер мен зертханашыны жұмыс орнында көріп, орындап жатқан зерттеуін өз аузынан тыңдау рәсімін академик ешқашанда бұзбаған. Бұл әр зерттеуші үшін ерекше мәнді мезет. Соған ол жыл бойы мұқият дайындалады, жұмыс үстінде кезігетін күпті жайт, кедергілерді де сол сағатта шешуге болады. Тіпті тұрмыс жағдайының ділгерсін де. Енді сол уақытта геология институттары өте көп болып біткен екен. Яғни мұнда геология ғылыми институты, мына жақта басқа бір институт, сонда геологиялық, мына жақта тағы біреу. Соған сәйкес шығында, яғни мемлекеттен берілетін шығында көбейіп кеткен. Шығын көбейген соң, әрине бұл мәселені шешу керек. Сол кезде бұған кірісетін тағы да Сәтбаев. Сол кезде Сәтбаев КСРО министрлер кеңесіне хат жазып, түрлі ведомстволарға тарап кеткен геология күштерін біріктіріп, жер асты қазынасын іздеуді тиімді де пәрменді жолмен кешенді түрде топтап барлауды ұсынады. Содан кейін ол Брежневтің қабылдауына сұранады.
шынын айтқанда деп есіне алғанды осы сұхбатты 78 жылы бізбен жүздескенде сол күнде КСР орта машина жасау министрінің орынбасары болып еңбек ететін Антропов. Қаныш Имантайұлының кімді болсын бірден үйіріп алатын жарқын келбеті, әрине мықты логикалық дәлелдермен партия мен үкімет басшысын сендіре сөйлегені одақтық геология қызметін бір жолы таратудан аман сақтап қалды. Бұл ойын марқұм Петр Яковлевич ғалым туралы академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев естеліктер жинағында да бұл істе ол бәрімізден гөрі табандылық көрсетті деп жазған екен. Енді сол Антроповтың естелігінен дейді тағы да. Мынадай бір мәслихат есімде. КСРО ғылым академиясы президенті академик Несмияновпен хабарластым да геология ілімінің жайын талқылау үшін бір топ ғалым геологтарды қабылдауын өтіндім. Вернадский атындағы геохимия мен аналитикалық химия институты академияның химия бөлімшесіне қарайды. Ал қазба байлықтарды геофизикалық тәсілдермен іздеу физика-математика бөлімшесінің қарауында. Палеонтология биология ғылымдар бөлімшесіне бағынатын. Соның кеселінен геология ілімі табан тірейтін ең негізгі саласын өрістету тұрмақ, бағдар беру мүмкіндігінен де айырылып қалғанды. Бұл сұхбатқа академиктерден Сәтбаев, Шацкий, Страхов және Щербаков қатысты. Әңгіме үстінде Қаныш Имантайұлы бұл келеңсіздіктің өте қолайсыз және қисынсыз екенін айтудан тайсалған жоқ. Өз пікірін ол нанымды айғақтарымен дәлелдеп, геология ілімінің түрлі саласын бір басшылыққа бағындырып, яғни геология география бөлімшесіне беру қажеттігін, шикізат іздеудің комплекстік тәсілін геологиялық қызметке ғана емес, іліміне де енгізуді талап етті. Осынау үйлесімсіздікті тездетіп түзетпесек, бүкіл геология ілімін тығырыққа әкеп тіреуіміз анық. Қазірдің өзінде ол ведомство аралық ұсақ тайталастың астында тұншығып, еңсесін көтере алмайтын халге жетті дегенді ол. Жер мен оған әсер етуші құбылыстарды зерттейтін ғылым салаларының өзара қарым-қатынасы академия ғалымдарының арасында бір жылға тақау уақыт талқыланды. Әртүрлі ұсыныс пікірлер айтылды. Кешенді іздеу нәтижелеріне сүйенген Сәтбаев өз идеясын табандылықпен қорғап, әрбір мүмкіндікті пайдаланып қайталаумен болды. Ақыр аяғында оның ұсынысы КСРО ғылым академиясы төралқасында талқыланып, геологияның барлық тармақтарын жер туралы ілімдер бөлімшесі етіп қайта құрумен аяқталды деп куәлік етеді Щербаков академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев кітабында. КСРО ғылым академиясы ұйымдық өзгерісі 63 жылы жүзеге асқан. Ал Қаныш Имантайұлы президент болып отырған Қазақ КСР ғылым академиясының өзінде ше. Ғарыш әлемін зерттеудегі соңғы жылдардың ірі табыстары геология мен астрофизика ілімдерінің бір-біріне қолғанат болып, теориялық ғылыми бағытты өзара күшейтуге әсерін тигізді. Қазірдің өзінде біз геологияның жаңа тармағы планеталық геология ілімі туғанын айта аламыз, дегенді Сәтбаев 1963 жылдың шілде айында өткен республика ғылым ошағының жалпы жиналысында жасаған баяндамасында. Астрофизика мен геологияның творчестволық ынтымағы, сөйтіп жер бетіндегі ірі сызаттар мен қатпарлы құрлықтардың пайда болу заңдылықтарын қайта қарап, әр алуан құбылыстарды түсінуге жәрдем беруде. Демек, бұл екі ілімді ғылым академиясының бір бөлімшесіне бағындыру ешқандай талас тудырмаса керек. Ол бөлімшені біз әлем және жер ғылымдары деп атауды ұсынамыз. Ғалым туралы ізденіс жылдарында мен осы ілгеріде аз кем сөз болған одақ министрі, ресми түрде орта салмақты машиналар министрлігі аталатын, ал іс жүзінде атом өндірісімен шұғылданатын Ефим Павлович Славскиймен 2 мәрте кездестім. Алғашқыда Өскеменде, ол кісі сол қаладан бірнеше мәрте КСРО жоғарғы кеңесіне депутат болып сайланған. Соңғы рет 81 жылдың күзінде үлкен Ардынка көшесіндегі кабинетінде. Екінші мәрте іздеуіме түрткі болған себеп Молодая гвардия баспасының ЖЗЛ сериясындағы жарық көрген Сәтбаевты сыйлап, сол басылымға нақты көмек көрсеткеніне рахмет айту еді. Жасы сол кезде 80-нің шебіне ілінген Ефим Павлович мені ілтипатпен қабылдап, ұлы замандасы туралы көл-көсір әңгіме айтып, ғылыми қауымға мәлім емес жайттардан сыр шертті.
Мынау менің омырауымдағы 3 алтын жұлдыздың соңғысын мен Маңғыстау түбегінде үлкен өндіріс ашып, аймақ экономикасын үрдіс көтерген еңбегім үшін алдым, дегенді министр. Шындығында, бұл жұлдыздың шынайы иесі академик Сәтбаев. Қадірменді досым мені осы іске қызықтырмаса, ондағы ғажап қазына көздерін төндіре айтып сендірмесе, тарихи жазбаларда өлі түбек атанған құдай қарғаған дерлік сусыз, нусыз, жері тұзды, қылтанақсыз тап-тақыр 900 шақырым қу медиенге темір жол тартып нем бар? Өндіріске қажет жабдықты теңіз арқылы жеткізіп, дайын өнімді ұшақпен-ақ әкетер едік. Бірақ Қаныш Имантаевич бұл мәселеге біздің бәрімізден де тереңірек мән беріп, өзгеше қарады. Ақыр аяғында түбектің жер асты қазынасының ашылуына мұрындық болды. Кезекті алтын жұлдызды аларда мен тиісті адамдарға осыны айтып, геология министрі Сидоренко екеуміз үкіметке ресми хат жаздық. Амал не? Мен осы күнге дейін түсінбейтін пасық әрекеттер араласты да Қазақстаннан неше түрлі пәле-жаланы үйіп төккен хаттар келіп түсті. Сөйтіп, отаншыл перзент, ел үшін ұлан-ғайыр еңбектер атқарған Сәтбаев бұл жұлдыздың біреуін де кеудесіне тақпай өмірден өтті. Әсілі мәні зілді осы уәжді нақты айғақтармен бекіту қажет. 1949 жылы Гурьевте, яғни қазіргі Атырау қаласында, Қазақстан ғылым академиясының көшпелі сессиясы өтеді. Іле-шала сол өңірде академияның базасы ашылып, әрі геологиялық барлау экспедицияларының қарамы бірнеше есе молайтылған. Тиісті қаржы бөлініп, білгір мамандармен толықтырылған. Тынымсыз Сәтбаевқа бұл да аз. 1952 жылдың қоңыр күзінде ол геология ғылыми институтының ғылыми тобын қайыра бастап барып, Маңғыстау мен Атыраудың үмітті кен орындарын түгел ақтап, ең аяғында марганецтің сүбелі қор жатқан қазыналы түбектің таран қолтығына дейін жетеді. Әрине, білгір барлаушының басты назары сұйық алтын болжанған қолатқа түскені анық. Сол ізденіс тая кеткен жоқ. Әрбір жиын кеңестерде Қаныш Имантайұлы батыс өңірдің ғажайып мүмкіндігі мен зор келешегі туралы жар салудан тайынбаған. Бертінде ғасыр жобасы атанып, күллі әлем жұртшылығын таңғалдырып әрі қызықтырып отырған ұлан-ғайыр ұлы істе ол түбек қойнынан алғашқы мұнай бұрқағы атқылаған жылдардан кем дегенде 15-20 жыл бұрын болжап, соның ел кәдесіне тезірек асуына жол ашқан. Және бір қызық оқиға, Хабиб Мұхамедұлы Абдуллаев деген өзбек геологы, өзбек ғалымы жайында. Бұл кісі жаңа бір теория жасап шыққан екен, сөйтіп оны ұсынған үкіметке, бірақ үкімет оны ұнатпаған. Не себепті? Өйткені ол теорияда ақш ғалымдарының идеялары пайдаланылған. Яғни советтік ғылымнан жиреніп ақшқа бас ұрды деген айып таққан. Содан бұл кісі, Абдуллаев деген кісі, өз Қанышпен жақсы қарым-қатынаста болған. Сәтбаев та оны Хабибжан деп өзіне жақын тартқан. Содан бұл кісі Қаныштан көмек сұрайды. Содан Қаныш бұл кісі үшін болсады. Себебі жасап тұрған теориясы теория жүзінде жақсы, ал тағылып отырған айып ол жөнсіз, яғни саяси бірдеңе. Сондықтан Қаныш ғылыми шындыққа жету үшін, ғылыми шындық жеңу үшін ақыр аяғында осы кісіге болсады. Сөйтіп ақыр аяғы бұл кісінің теориясын тексерудің ең тиімді жолы ол шынайы өмір тезіне салу дейді. Егер дұрыс болса, онда дұрыс болады. Бұрыс болса, онда сіздердікі ақ жөн болып шығады. Содан осыған келіседі Қаныштың көмегімен. Сөйтіп барлауға, сынауға рұқсат берілді осы Хабиб Абдуллаевтың теориясы. Ақыр аяғында Қаныш Имантайұлы ескерткен ғылыми шындық жеңіп шықты дейді. Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстанның кен барлаушылары Абдуллаев тұжырымдамасына сүйеніп, Орта Азия аймағынан түсті металдардың құнарлы қорларын тапты. Енді бұдан кейін бұл Абдуллаев деген кісі аса дарынды ғалым геолог өмірінің соңғы 4 жылында 58-ден 62-ге дейін Өзбекстан ғалым академиясының президенті болып
еңбек етеді. Келесі тағы бір қызық оқиғада Сәтбаев өзінің ұстазы Усов үшін күреседі. Кезінде Усов та бір топтау теориясын, идеясын жасап шыққан екен. Сөйтіп оны жариялаған. Содан кейін оны Шнейдерхан деген немістің ғалымы да дәл солай етіп жариялаған екен. Бірақ бір қызығы емес, бір сөгеттігі, ол Шнейдерхан Усовқа сілтеме жасамайды. Яғни оны өзінің ойлап тапқан, өзінің жасап шыққан ғылыми еңбегі ретінде ұсынған. Содан осы үшін Қаныш Имантайұлы мен Бок деген екі ғалым, екеуі осы Усовтың еңбегі үшін күреседі. Сілтеме берілуін, бұл Усовтікі екенін мойындалуын талап етеді. Сол кезде қараса, бұны жариялаған жаңағы Шнейдерханның еңбегін осы Совет аумағында жариялаған ол Смирнов деген тағы бір ғалым екен. Енді бұл Смирнов деген кім десеңіз, бұл қайтадан сонау Қазақ геология институты мен СГИ, яғни болжам картасын жасау барысында қарсылас екі институттың текетіресіне қайтып айналып келеді. Яғни Смирнов деген солардың бір өкілі, ал Сәтбаев болса мына жақта Қазақтың геология институтының өкілі. Содан бұл жерде тағы да күрес болады. Бірақ ақыр аяғында Сәтбаевтар жеңіп шығады. Дұрысы шындық, ақиқат жеңіп шығады. Және бір қызық мәлімет, мына Шнейдерхан деген бұл Гитлердің, яғни адамзаттың қас жауы Адольф Гитлердің ғылыми кеңесшілерінің бірі болған екен. Содан бұл кісі сөйтіп Усовтікін ұрлап кетеді, бірақ ақыр аяғында шынын айтқанда даудамайсыз ешбір ғылым алға өрістемейді. Бұл да өмірдің айнымас қағидасы. Біз сөз етіп отырған ғылыми айтысқа да төрелікті уақыт. Сол кезде ақ кімнің болжауы кем болмасын, кең көнбесін табуға жеткізсе, соның болжамы дұрыс дегенді. Алайда көзге түртіп тұрған шындықты мойындағысы келмегендер 15 дауды бертінде де қайра жалғастырып, есе қайтаруды жөн көрген. Смирнов және оның Қазақстандағы жақтастарының далбаса үміті сол әрекеттен туған. Ғажапты қараңыз. Қазақ ғалымының туғанына 100 жыл толуына байланысты Мәскеуде 99 жылы өткізген салтанатты жиында баяндама жасаған академик, ғалым, геолог Шило болжам карталарын жасап, соның басты қағидалары мен әдістерін айқындау кезінде академик Сәтбаев ғылымға енгізген металлогениялық талдау геология ілімін кезінде 50 жыл алға оздырды. Сол деңгей бүгінде де өзгерген жоқ, әлі де 50 жыл алда тұр депті. Демек, Қаныш Имантайұлының кезінде кейінде қаншама дау туғызған ұлы ісі өмір шеңдігімен жеңген. Сонда расымен де ақиқат жеңіп шығатын болып тұр. Ал Қаныш болса, әркез ақиқаттың етегінен жармасуға тырысып баққан. Тек ақиқат жолына қарай ұмтылған. 1960 жылдардың басы біртуар ғалымның айтулы еңбегін жұрт танып, бақ жұлдызының биікке көтерілген шағы. КСРО және Қазақ КСР жоғарғы кеңестерінің неше мәрте депутаты, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің мүшесі, КСРО ғылым академиясының және Лениндік сыйлықтар комитетінің төралқа мүшесі, КСРО жоғары және арнаулы орта білім министрлігінің өкілетті аттестациялау комиссиясының алқа мүшесі. Бұдан да өзге қаншама әлеуметтік қызметтер, әр қилы ғылыми өндірістік кеңестер мен комиссиялардың құрамындағы ұлан асыр міндеттері жетіп артылады. Мұның бәрі де ғалымда титтей де дандайсытқан жоқ. Қандай да көл көсір атақ даңқтың оңғақ өткінші нәрседей өте шығатынын тым жақсы біледі. Ал шабытты еңбек, күн сайынғы тынымсыз жұмыс, ғылым жолындағы жан-жақты ізденіс, соның бас ғимаратына орны табылып қаланған әрбір кірпіш ешқашанда тозбақ емес. Егер соны берік негізге қойсаң, өзің кеткен соңында мәңгі қалпында тұра бермек.
Яғни қаныш ешқашан жылтыраққа алданбай еңбектің етегінен жабысқан кісі болған екен. Ғалымның тағы да бір айтып отыр еңбегі ол Ертіс Қарағанды каналын салдыру. Бұл неден туған? Бұл мәселе Қарағанды өндіріс торабына, яғни өндіріс алаңына су тарту. Ол жерде су тапшы екен. Содан ол жерге су тарту керек. Оның екі жолы бар. Біріншісі жер асты суларын пайдалану. Соларды үстіге шығарып, соларды пайдалану. Бірақ Қаныштың айтуынша, және басқа ғалымдар да бұған келіскен. Ол жер асты сулары Қарағандының қажетін өтеуге жетпейді. Яғни біраз уақыт қана жетеді, содан кейін бәрібір ол да таусылады. Сосын Қаныш одан бөлек жаңа бір идея ұсынады. Ол идея мына Ертіс өзенінен Қарағандыға қарай канал салу. Яғни Ертістің суын Қарағандыға қарай тарту. Бірақ бір қызығы, ол Ертістің суын Қарағандыға әкелу үшін суды өрге қарай айдау керек. Яғни жота, тау. Үлкен тау болмаса да биік қысқасы. Сол өрге мына Ертістің суын тарту керек. Бұл оңай шаруа емес. Бірақ Қаныш осыны ұстанған және осыны ұсынған. Ал ана ғалымдар бұл идеядан қорқады. Өйткені бұл тым жаңаша нәрсе. Енді ақыр-аяғы айтыс тартыс болады, айғай болады, бірнеше рет кездесулер, жиналыстар болады. Енді ақыр-аяғында Сәтбаевтың мынадай сөйлегені бар сол айтыстардың бірінде. Дау бірақ тоқтаған жоқ. Қайсысы тиімді? Жарма құрылысы әлде жер астындағы суды үстіге көтеру? Мамандар пікірі сан алуан. Бәрі де өз ойларын ашық айтып, көкейіндегі күмән күдігімен бөліскен. Қаныш Имантайұлының бұл мәселе жайындағы өз тұжырымын мейлінше айқын түсіндірген. Дейді. Түптеп келгенде, мәселе жер қойнындағы мол судың Қарағанды өндіріс торабының қажетін толық өтей алмайтындығында емес. Әңгіме сол суды орнынан мүлдем қозғауға болмайтындығында дейді. Әрине, жұртшылық еліккендей әсерлі деректерді сұрыптап алып, түсінік түйсігі жадағай, маман емес газет тілшілерін қызықтыру оп-оңай. Бірақ не үшін? Қандай мақсатпен? Немесе орталық Қазақстанның құрғақта қадал табиғатын біле тұра, оны мүлдем басқа құрлықта геологиялық дәуір өзгеше мезгілде жаралған Америка мен Жаңа Зеландия я Индиямен салыстыру кімге пайда? Жерге ме, елге, әлде өндіріске? Түсінбеймін. Жұртты дүрліктіретін пікір туғызу демеске амалым жоқ. Басқа жайттарды ұмыта тұрып, бұл өлкеге жыл сайын түсетін жауын-шашынның көлемін есептеп көріңіздер. Иә, салыстырған соң мұндай деректерден де бас тартпау керек. Әлгінде аталған елдерге қанша ылғал түседі? Орталық Қазақстан қанша? Яғни айтып отырғаны анау жердің астынан суды шығару керек деген ғалымдар, олар мысалға Американы, Жаңа Зеландияны, Индияны келтіреді. Яғни олар солай істеп отыр деп. Енді Қаныш оларға қарсы уәж айтып отыр. Қызыларай, Кент, Қарқаралы, Ұлытау сияқты таулы аймақтарға жылына 350-400 мм, ал оңтүстіктегі құрғақшылық жайлаған аудандарға небәрі 150 мм жауын-шашын жауады. Демек, шетелдер сәтті пайдаланды екен деп кең байтақ даламызға аз да болса өң келбет, тірлік беріп отырған бұлақ көздері мен өзен көлдерінің тереңдегі табиғи қорын, тұщы сулы артезиан бассейндерін бей-берекет үстіге қотарып, және оны өндіріс тораптары қажет еткен көлемде шығын етсек, туған жердің келешек тағдыры не болады? Соны ойлаған маман бар ма сірә? Жер астындағы су көздерін алуды игерген елдердің табиғаты мүлдем бөлек. Олардағы шығыс пен кіріс бірін-бірі теңгеріп отырады. Ал бізде, шынымды айтсам, күмәнім бар. Артезиан бассейндері өте баяу қалпына келеді. Оларды қайта толтыру үшін ондаған жылдар қажет. Ал біз сол бассейндерді зор көлемде және қауырт пайдалану жайында ұсыныс бермекпіз. Жер астында жатқан теңіздерді шынымды айтсам,
Солардың су қорының көлемінде менің күмәнім көп. Теңіз бе ол, жоқ әншейін көлшік пе? Оны да әлі зерттеу керек. Әлгі қоймалардың суын ала бастадық дейік. Бірер жылда-ақ түбіне жетеміз. Босаған кеңістікті жылма-жыл толтырар қар я жаңбыр суының дәрмені шамалы. Сөйтіп тілейік, тілемейік, құрдым тереңде, төменгі қабаттарда қозғаусыз жатқан тұзды су көздерінің үстіндегі босаған кеңістікке көтерілуіне жол ашамыз. Мұны мен ойдан шығарып тұрғам жоқ. Табиғаттың өз заңы. Көп жылдар тұщы су беріп тұрған артезиан құдықтардың кенет тұз қосып қойғандай ащы болып кететінін көріп жүрміз. Өндіріс қажетін өтей алмаймыз. Ең қиыны онсыз да тұзы бетіне шығып жатқан қағы көп жер қыртысын одан әрі тұздаймыз. Ал бұл, менің ойымша, туған жердің келбетіне жүздеген жылдар бойы түзелмес, бәлкім мүлдем түзеуге болмайтын жарақат салу. Оны осы қастандығымыз үшін келешек ұрпақ бізге рахмет айтар ма екен? Әлде лағынет естиміз бе? Бұған да ойланыңыздар. Неліктен біз жер қойнында жатқан барлық байлығымызды бұған мен су қорын да қосамын. Алды-артымызға қарамай еш нәрсе ойланбай тып-типыл етіп құртуымыз керек. Жоқ, біз оларды көздің қарашығындай сақтауға міндеттіміз. Өзімізді өмір бақи асырап отырған табиғатты қорғау, жер астындағы қазба, су байлықтарымызды шақтап пайдалану, жолдастар, болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті борышымыз. Әлбетте, мен Сарыарқа қойнындағы жер асты суын ауыл шаруашылық қажеті үшін пайдалануға, айталық жан-жануарды суғарып, егін, көкөніс өсіруге, елді мекендердің әжетін өтеуге жұмсалуына қарсы емеспін. Тіпті сол үшін кішігірім өндірістің, шағын станциялардың қажетін шығарсын. Жылма-жылғы қар мен жаңбыр суы бұл шығынды әрқашанда қайыра толтырып отырады. Жерге одан келер зиян жоқ. Сірә жарма құрылысын ешқандай дау-дамайсыз жақтағанымыз жөн болар. Мен өзім орталық Қазақстанды, оның қуатты өндірістерін мол сумен жабдықтаудың мұнан өзге тиімді жолын әзірше көрмей тұрмын. Сондықтан да бұл өлкеге ертіс суы ауадай қажет демекпін. Қазақ КСР ғылым академиясының энергетика институтының директоры академик Шапық Шөкен басқарған топ сол қарсаңда салыстырма есептеу жасаған. Жер астындағы суды көтеруден түзілетін жалпы қор және теңіз қорғалжын, Қарасор көлдері, жергілікті өзендер жиналып 585 миллион текше метр су береді екен. Яғни секундына небәрі 18 текше метр су келіп тұрады деген сөз. Бұл болса Қарағанды өндіріс торабы 1980 жылы пайдаланатын судың 4-тен 1 бөлігі. Яғни мардымсыз жетпейді. Содан Қаныш бағана айтылған жоспарлау комитетінің төрағасы осы одақ төңірегінде жалпы қандай құрылыстың жоспары болады, соны басқаратын Касыгинге хат жолдайды. Сөйтіп, оған кіріп мәселенің бәрін түсіндіріп, ақыр аяғында ол дейді: заберите все эти бумаги и подготовьте решение. Канал Ертыш-Караганда будем строить деген екен. Содан бері Ертіс-Қарағанды каналы әлі күнге дейін Ертістен Қарағандыға су тартып тұр. Және ол канал қазірде Қаныш Сәтбаевтың атында. Және 99 жылдан бері де Сәтбаевтың кеуде мүсіні осы Павлодар Астана асфальт жолы қолдан жасалған су арнасын кесіп өтер тұста қойылған екен. Сәтбаевтың кеуде мүсіні. Осылай қызықтар. Енді ғылыми жұмыстардан бөлек басқа бір жұмыс бар. Бұл соңғы парыз деп аталыпты. Тарау. Арқадағы ата мекеніне атбасын бұруға іңкәр ой Қаныш Имантайұлын соңғы кезде әсіресе жиі ауыратын болғаннан бері де есінен кетпейтін мансұқ іске айналды. Жыл асқан сайын бірақ жете алмай қойды. Тек жуықта академияның жаңадан ашылған химия металлургия институтының жай күйіне бола Қарағандыға баруға келіскен күні өзім мадалап жүрген жайт тағы да жадына оралып көмекшісін шақырды. Бөке, жасы үлкен ағаң ретінде өтінішім бұл, деп бастап айрық бойындағы ата-анасының ескі зиратын қоршауға ықтияттады. Қажет қаражатты да қолына ұстатып,
қыстаудың жөн жосығын, зираттың қай жерде тұрғанын, кімнен сұрап не істеу керектігіне дейін қағазға сызып берді. Көміршілер қаласына келген соң сол істің сәті түсе қоймады. Президенттің бір басына мол жүктелетін міндет пен борыш бұл жолда бір күн босатқан жоқ. Кеше қала сыртындағы елді мекендердің бірінен келе жатқанда, ғалым өкінген үнмен Бөке Аяқтың жолы алыстап барады-ау дегенді. Президенттің бұл сөзін Аяпбергенов, яғни көмекшісі, қатаң ескерту деп ұқты да, өзінше әрекет етуге бел буды. Келесі күні Қаныш Имантайұлын таңнан оятып, екі құлпытас пен зиратты жөндеуге қажет нәрселер тиелген жүк машинасы жолда іңірде жөнелттім. Өзіміз мінетін Волга есік алдында тұр. Ертеңгі жиналысқа дейін бір күн далаға шығып қыр ауасын жұтып демалып келсек рақат болар еді десін. Қаныш Имантайұлы тез сергіді. Далаға деймісің? Үлгереміз бе? Бастығының тосын ұсынысын қуана қабылдағанын сезген Бөпежан да, ой, үлгермегенде барар жолға 4 сағат, айрықтың өзіне 4 сағат қайтарға және 4 сағат аялдаймыз. Іңір түсе қайтып ораламыз, Қанеке. Ас суды жетерлік қамдадым, дейді. Президент сөйтіп апыл-ғұпыл киіне бастайды. Жолда келе жатып Қаныш өзінің туған даласына қарап әндетеді. Бұл қай ән десеңіз, Аманжолдың Қасымы шығарған туған жер деген өлең. Құлауға айналған ескі зираттың қайта жөнделген жұпыны тұрпатына ғалым дән риза болды.
артық әлемші жоқ, төрт құлақты жатаған тас қоршау, жол бойындағы дала бейіттерінен оқшауланбай жұпыны соғылған, әруақтарды алаламай тұтас қоршаңдар дегені де бұзылмай қорған кең тартылыпты. Содан осы ата-анасының басына келіп, ғалым «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим» деп бастап Құран оқиды. Содан әрлі-берлі жүріп, бір төбенің басына шығып, айналасына қарап, мына жерде ойын соғатынбыз, мына жерде суға түсетінбіз деп қарап тұрған кезде бір шаң көреді. Содан, «Өй, анау не шаң? Анау келе жатқан кімдер? Жай шабу емес. Ауыл хабарланып қалған болды», дейді. Сөйтсе, бұл кісінің ойында ауылға ештеңе айтпай, ауылға соқпай, тек осы бейітті қоршап қайтып кету екен. Себебі жұмысы күтіп тұр. Сөйтсе, ауылдан кісілер келе жатыр екен. Соған өзі қуанғандай ма, жүрегі лүпілдей соқты. Бәсе, бағанадан бері ен даланы жайлап тұрған не қылған тыныштық десем, өстіп ат ойлап шабу үшін тымырсып, үнсіз тосып жатқандай құдды. Бәсе деп өзімен өзі сөйлескендей болып төменге қарай жіті адымдады. Ал құтылып көр, 4 сағатта жүріп кеткің келді. Ауылың үстінен жасырын өтпек болдың. Енді сытылып көр. Қазір келеді деп басталды дей бер. Ана жылғыдай көп тырду. Өздеріне қарай суыт келе жатқан аттылы машиналы қарамды көпті көмекші де көрді. Сол сәтте ақ тас әкелген жасаң жүргізушіге жалт қараған. Ол болса төмен қарап жер шұқыды. Қаладан күрек сүймен ала шығуды ұмытып, соны жолшыбайға елді мекеннен қол қалаған. Қай қазақ жөн жосығын сұрамай ұстата берсін. Күрек иесі де ел ғұрпын білмейтін аңқау жігіттен жолаушылардың жай жапсарын ежіктеп біліп алыпты. Содан барса, амалсыз дастархан жайып қойған екен. Сол жерде отырады, ән шырқалады, күй шертіледі, талай-талай ескінің әңгімелері айтылады. Сол кезде жаңа көмекшісі Бөпежан Аятбергенов Қаншаға ертеңгі мәжілісті қайтеміз деп уайым білдіре есіне салған. Сөйтіп, бұл сөзін естіп қалған кісілер қой шырағым асықпа деп жібермей ұстап қалады. Содан Қанышта кісілердің көңіліне қарап, асықпа Бөпежан, бір реті болар деп тоқтау айтты дейді. Содан енді әбден түн батқан кезде, ал рұқсат етсеңіздер аттанар едік деді қонақ. Қаныш кездескеннен бері жасап отырғандары көңіл қимастыққа салған қысас екенін білетін қауым төрдегі үлкендерге ошарыла қарады. Ал олар рұқсатта деген жоқ, болмайды деп те кесіп айтпады. Көбінің күрсініп ауыр демалғаны сезілді. Бөпежан ғана президентті қостап, таңғы салқынмен жолды өтетіп алғанымыз жөн ғой дей берді. Сол кезде алпамса денелі қарттың саңқ еткен зор даусы оның әлсіз үнін көміп кетті. Әй Қаныш, туған жұртыңның бағанадан бері сенен батып, сұрай алмай отырған бір тілегі бар. Соған жә десең аттанасың, ал көнбесең ұлықсат жоқ. Сені жиналысқа шақырған адамдар да біздей ет пен сүйектен жаралған пенделер болар-ау. Осында бір қауым елі отырмыз, босатпасақ бармайсың, дейді. Ал керек болса. Қаныш Имантайұлы еріксіз кідірді. Бөпежан да ғалымның лебізін ести сала іле жөнелмегеніне өкініп, төрдегі үлкендерге жалтақтай қарап босағада тұрып қалды. Осындай кереғар өтініштер, келеңді келеңсіз тілектер ғалымның алдынан әрдайым кезіге беретін. Қабылдау сұрап алыстан келгендердің кейбірінің өресі бір күндік құлқын тілеуден аспай ұсақ түйек боп кететіні де бұған таныс. Мына шалда соның бірі болмағай. Бірақ үні өктем шықты, бұйырғандай ыңғай танытты. Сірә қомақтылау қолға. Сонда не? Осы отырған қауымда ғалымның туған жеріне сирек келетініне өкпе наз болғанымен, кейбір сапарларда көлденеңдей қалатын тірену кезікпегенді. Өзге мекендерден гөрі бұл ауылдың соған хақысы бола тұра, өз еншілеріне тиген бір кешті күйкі іске салмауы көмекшіні ерекше қуантқан. Мұны ол осы елдің білімділігіне, ізеттілігіне сайып, ғалым туған жұрттың ілкі өнегесі деп білгенді. Ал мынау
ойда жоқта сопаң ете қалған өктем талап. Айтыңыз, мүке. Айтсам басылып отыр деп мұқыш қартта маңғаз шыраймен баптана сөйледі. Келін кепшік пен жасы кішілер ұялып үндемейді. Өз тұстастарың әдеп сақтауда. Ал мен сияқты ағаларың қашанғы жүреміз, даусын бір естіп қалайық, дейді саған. Әніңді сағындым, жарқыным. Бала күннен бізге мәлім Кәусар үніңді тағы бір мәрте тыңдасақ деп күтіп отырмыз түгел. Сұрайтынымыз ән. Ән? Дұрыс-ақ, жөн сөз. Мұқшаға тауып айтты, бәріміздің тілеуіміз сол, дейді жамырап. Қаныш жымиған қалпы өзін қаумалаған топқа аңыра қарады. Жүзі албырап күлімдеген көздер жайраң қағады. Бөпежан да мұқыш шалға қуана көз тастап, айналдым сендей ақылды қарттан дегендей сүйсінуді ішінен білдірді. Қай әнді айтайын, тек біреуін ғана атаңдар. Қанапияны сұраңдар, ырғақтын айт, жоқ Бүркітбайды айтсын. Бүркітбайды айт, сұрайтынымыз Бүркітбай, деді мұқыш қарт. Бүркітбай сөйтсе Қаныш Имантайұлының бала жастан сүйіп салатынын кәр әні. Сонау 20-шы жылдары осы елде халық соты болып қызмет істеп жүрген шағында, жиын тойда ойын қойғанда әрбір сауық кешін осы елдің антық әні Бүркітбайды айтқызбай тарқамайтын. Мына егделер соны ұмытпапты. Қолына тиген ескі домбыраны әуелі күйлеп алды. Содан соң ән сазын бір қайтара тартып өтті. Тек содан кейін деп тамағын кеней дауыстап алып әнді бастады. Бүркітбай, әкем аты, ағам Омар, ауылым Айдын шалғар көлге қонар, дейді. Қаныш ғұламаның әншілік дарыны Бөпежанға таныс. Жолшыбай да сүйсіне тыңдап риза болған. Дастархан басындағы отырыстарды да құмарынан шыға сан рет естіген. Кейбір әншілер әннің нақышын бұзып, өзінше сұлулап айтам деп, дауысын әртүрлі жасанды дыбыстармен құбылта бастағанда ренжіп қалатынын да білетін. Кейде кәдімгідей киіп, қой, қалқам, қой енді деп тыңдамай тұрып кеткенін де көрген Қаныштың. Ал өзі ән салғандашы, көңіл ауса домбыра сүйемелімен әуелете шырқаушы еді. Тек тыңдай біл. Сонда шіркін мына кісі ғалым болмаса ақын болар еді, ал ақындықты қаламаса әнші болар ма еді деп те қиялдайтынды. Ән үзілді. Тынысын тежеп үздігіп отырған жұрт сонда ғана деп демде тыныстады. Біреулер күрсінді, біреулер үнсіз булығып көзіне жас алды. Ал тағы нендей қол қайтасыздар? Көмекшінің құлағына бұл сөз есеп айырыстық, қарыз да парыз да өтелді дегендей болып естілді. Айтарымыз бір-ақ сөз, деді мұқыш қарт тізерлей отырып, қолын жайды. Қанкежан, ақылың аз емес, артық көрме, осыны айтып қалуды ел жұртың маған міндет артып отыр. Тілек емес, діттеген тапсырмасы һәм батасы деп қабылда. Даусың бұрынғыдай емес, жасыған екен, соны аңғардық. Көмейіңді күттер едік, үніңді пұлдап жүрген әнші емессің. Біз саған бұрынғы қуатың азаймасын. Бұрынғы қуатың азаймаса қосылмас. Бойыңды күт, қу жаныңды бапта демекпіз. Сенің атағыңа алыстан қуанып, даңқыңмен көңілін өсіріп, құрмет тұтып, өзіне ес көріп жүрген қалың елі бар артыңда. Бір жалғыздан зор денсаулық, қуат сұраймыз. Қайда жүрсең де жолың болсын. Қолдаушы серігің баяғыда өз әкеңе аян берген Қыдыр атаң болсын. Аллаху акбар деп бетін сипады. Теңдіктегі үлкендер айтқанды бізге. Қаныштың туған жеріне келген сол сапары соңғы болды. Ақылы дара біткен жан, ата-анамның алдындағы парызымды өтеуге келдім деп үлкен кішіні риза етіп еді. Сөйтсек, бейдауа дертпен ауырып жүріп, қоштасуға келген екен. Сөйтсе, Қаныштың бойына мысқалдап кірген дерт жиналып, үлкен бір ауруға айналған екен. Содан Қаныш тамақ ішсе бойына сіңбейді, денесі ауырлап кетеді. Қашан сол тарқағанша еңсесін көтере алмай мамырлап отырады. Сөйтіп, бір күні дәрігерге барса, дәрігер ішегіңізде қатерлі ісік бар, ота жасаймыз, ауруханаға жатыңыз, дейді. Содан Қаныш ойлануға бірер күн мұрсат беріңіздер деп сұранады. Содан кейін ұзақ ойланады,
ұйқысыз түндерін өткізеді. Содан қызына мейізге хабарласады. Мейізжан дегенді амандасудан соң: жайың болмай тұр, жұмысыңнан сұранда Мәскеуге тездетіп жет дейді. Жайшылық па көке, денсаулығың қалай? Қатерлі ештеңе жоқ балам, қой жылаған нес. Үй болған ересек кісі сөйте ме екен? Менің шақырғанымды мамаңа сездірме, ақылдым, дейді. Сөйтіп ақыры енді бәрін айтып береді, аурудың жай-жапсарын. Содан қызы жылайды. Бірақ содан соң Қаныш қызына бүй дейді: балам, кешегідей осалдығыңды қайтып көрсетпе. Жаныма таяныш болсын деп алдырдым өзіңді. Шешеңде емес, сені шақырғаным содан, деді нықтап. Бізбен бірге емханаға барасың, консилиумге де қатысасың. Қысқасы, менің ендігі көз құлағым сенсің, Мейізжан, деп осы ауыр дертінің жайын тек қызына құпия қылып айтады. Содан Қаныш біраз ем-дом қабылдайды, сөйтіп жағдай жақсарады, бірақ толық әрине жазылып кете алмайды. Содан енді көптен кірісе алмай жүрген ісі өзінің жеке үйіндегі мұрағатты реттеу. Әрбір жазушы, ғалым өзінің қайтар тұсында мұрағатын, артында қалар еңбек мұрасын осылай реттейтін болады ғой. Сол сияқты ол кісі де осыны қолына алады. Жезқазғаннан көшіп келгеннен бері де соған уақыт таппай қойған. Кітап шкафтардың сөрелері мен суырмаларында жылма-жылғысы қатталған қалпында жататын. Дені ғылыми қолжазбалар, кітаптардың өзі 14.000 шамасы. Әмбе солар жаңа үйге кіргелі тіпті былығып кетті. Осыдан 4 жыл бұрын Сәтбаевтарға Коммунист даңғылы, қазірде Абылайхан көшесі және Виноградов көшесінің қиылысындағы үлкен үйден 5 бөлмелік кеңірек пәтер берілгенді. Соғыс басталған жылы кірген 3 бөлмелі ескі қонысынан Қаныш Имантайұлының кетуге құлқы жоқ ақ еді. Сол кезде өзі тап болған төтенше бір оқиға еріксіз көшірді. Орта Азия республикаларына кереғар мақсатпен келген ақш сенаторы сол сапарын тәптіштеп жазған ол, КСРО-ның азиялық бөлігін мекендейтін халықтар Ресейге бәз-баяғыдай кіріптар, бұрынғы бодан қалпында тәуелді болып қалт-құлт еткен тіршілікте деп көрген білген бүркеусіз сипаттаған. Американдық саясаткерге қарымта жасағысы келген Мәскеудегі дөйлердің бірі сол құрлықтағы әлдебір кеңесшіл коммунист жазғышты КСРО-ға алғызып, әлбетте қыруар қаламақы бергізіп, сенатордың ойдан шығарған әйдік бопсасын шынайы айғақтармен әшкерелеуді жобалайды. Американдық жағымпаз Алматыға келгенде қарсы жоба қауіпсіздік комитетіндегі білгіштерден туса керек. Сол қонақты бір зиялының үйіне дәмге шақырып, шат-шадыман тұрмысын қаз алдында көрсетуді бағдарламаға енгізеді. Ақылдаса келе таңдау академия президенттің шаңырағына түседі, яғни Қаныштың. Қазақстан КПОК-ның хатшысы Ибраим Тәжиев Қанекеңе телефон шалып, ғалым оны соғыстан бұрын Балқашта инженер болған кезінен жақсы білген. Қанеке, бір тілек айтқалы отырмын деп кабинетіңізде өтпек ресми сұхбаттан соң саяхатшы американдықты үйіңізге шақырсаңыз қайтедіге меңзейді. Ғалым үзілді кесілді бас тартады. Арада бір қанша уақыт өткен соң ресми емес жағдайда кездескен әйдік хатшы ғалым замандасына: Қанеке, сіздің үйде Жезқазғанның кеншісі де, Баянауылдың малшысы да апталап жатады деуші еді. Американдық бір жазушыға шай беруден бас тартқаныңызды түсінбедік. Әлде жеңгеміз шау тарта бастаған ба деп әзілдесе керек. Сіз әуелі беке менің үй жағдайымды біліп алып айтсаңыз еді, деп дүрсе қоя береді ғалым. Тәжиев мәртебелі кексенің кіді сөзіне таң қалып, оныңыз не жағдай дегенде, ғалым: мен соғыстан бұрын салынған 3 бөлмелі ескі үйде тұрамын. Жан басым 7 адам. Оңаша орын жоқтықтан ертеңгі ділгер жұмысты бала-шағам ұйқыға жатқан соң ас үйде отырып істеймін. Ал сіз сондай қысылшаң жағдайда тұратын академикті әрі академия президентін бетке ұстарымыз деп шетелдік қонаққа көрсеткіңіз келеді. Менің содан бас тартып, ЦК-ның білдей хатшысына масқараға ұшырайтын ақыл берген
Білгіштердің арандатуына көнбегеніме рахмет айтыңыз Сыбеке деп ғалым өз басындағы кіріптарлық жағдаяттың күй шындығын естіртеді. Ау Қанеке, үй жағдайыңыз шынында да солай болса кінә өзіңізден деген хатшыға Қаныш Имантайұлы маған өзге жұрттан артығырақ жағдай туғызыңдар деп ешқашанда өтініш жазбаймын. Түсінікті ме? Жа бұл сөзді осымен доғарайық дейді де әңгімені кілт үзеді. Бірер аптадан соң хатшының көмекшісі президент кеңсесіне кең үйдің құжатын алып келеді. Даңғарадай 5 бөлме. Тұрмысқа шыққаны геолог ері және кішкентай Ескендірмен әкесінің үйінде тұрып келе жатқан мейізге де сол пәтердің қарсысынан 2 бөлме дербес тиеді. Сөйтіп өмірінің соңғы 4-5 жылында ғана академик Сәтбаев үйінде де дербес кабинетке ие болғанды. Қыс күндерде бірақ оны пайдалана алмаған. Бірінші қабаттағы машина жүретін арка соның астына дөп келгендіктен кабинет суық тұстақ қырау басып тоңазытқыш бөлмеге айналатын дейді. Бұл Қанекеңнің үй жайын турасында. Енді мұрағатын реттеді дедік. Содан кейін мұрағатын жүйелеп кейбір ғылыми жазбаларын және барлық мұрағатын кітаптарын ғалым геология ғылыми институттың кітапханасына табыс етуді өсиет еткен екен. Содан кейін Қаныш өзінің алғаш геологиялық сапар басталған өзіне ыстық Жезқазғанға жол тартады. Сол кезде сол жерде болған Тәлкенов Алдаяр деген кісінің әңгімесінен. Сол кезде Қайран Қанекең бейдауа сырқат екен ғой, кім білсін. Неткен рухы күшті, мейірімді жан десеңші. Жан берсер ескі достармен соңғы рет бас қосып отырғанын біле тұрып, бір жанға сездірмей ерекше көңілді болу. Жоқ, бұл керемет қайратты кісінің дәті берік адамның ғана қолынан келетін қисапсыз ерлік дейді. Ертеңінде Қанекеңді пойызға шығарып салдық. Жұрт көп жиналды. Қала басшылары, ескі жұмысшылар тіпті көп. Ғалым салон вагонның баспалдағына көтерілген соң бізге қарап, «Уа, Жезқазған халқы, ескі достар, қимастарым менің. Осы жердің астындағы мол қазынаға кейбіреулер мұрнын шүйіріп, барлауды тоқтатып тастайтын қиын күндер естеріңде ме? Не деп едім мен сонда? Әне, сол. Үлкен Жезқазған атанып, жер астындағы қазынасы жария болып, сән салтанатымен бой түзеп көз алдарында жатыр. Кені анау, эшелондар тынымсыз жүйткіген, қаласы мынау, аспанға бой созған. Ағайын, өтінемін сіздерден, ел байлығын көздің қарашығындай сақтап қадірлеп ұстаңдар. Жезқазған қазынасы мол болғанмен шексіз емес. Ал ол, құрметтей білсең, талай ұрпағыңда жарылқар мол дүние, деп қолын бұлғады да, іле ішке кіріп кетті. Көңілі босады ау деймін. Соңғы сөздерін зор тебіреніспен айтқаны есімде. Жезқазғанға барғанда Қаныш құр барып көрісіп кетпейді. Ол жердің болашағын барлап, бәрін өз орнына қойып кетеді. Сол тұста Жезқазғанның қоры әлде көп болады, бірақ соған малданып алған, үйреніп алған басшылар мынау қордың тек қана бетіндегі өте құнарлыларын алып, ал анау астында қалғандарын сөйтіп қалдырып кете беретін болған екен. Соған Қаныш мәз болмайды. Сөйтіп орнына қойып кеткен Штефановқа ұрсады. Сосын Штефановтың айтуынша бұл сонау Мәскеуге 7 рет барып келген екен. Себебі бұл мәселені шешу үшін басшылықпен, сол Мәскеудің басшылығымен кеңесу керек. Содан Қаныш дәл қайтыс боларының алдында 1 жыл бұрын осы Жезқазғанның тағдырын, өзінің кейінгі ары қарай болашағын шешіп кету үшін де қыруар еңбек істеп кетеді. Сөйтіп дегеніне ақыр жетеді. Содан осы Жезқазғанның болашағын осы орнына қойған мамандарға өзі реттеп қолдарына табыстап кетеді. Осы жайында кішкентай дерек. Фогельман академик очеркінен: соғысқа дейін-ақ кен іздеу ісінің экономикасы зерттелмеген.
Ондай ілім әлі тумаған жылдарда Сәтбаев жезқазған кені үшін ең тиімді құнар 0,4% мысы бар руда деп көрсеткенді. Одан төменгі құнар кеншілер үшін тиімсіз, ал байрақ кенді жыныста қалдыру қыруар металды бір жола көму деген сөз. Бұл дау көп жылға созылып келіп, ақыры 1963 жылы Гипроцветметтің күрделі есеп жасауымен бітті. Институт мамандары байыту фабрикасына түсетін кендегі мыстың тиімді құнарын осы заманға есеп машиналарымен анықтағанда таңғаларлық нәтижеге жолыққан. Жезқазған барлаушысы соғыстан бұрын көрсеткен меже, яғни 0,4%. Мұны да Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың ғылыми көрегендігі, болжау қабілетінің ерекшелігі, дара яки феномендігі демеске лаж жоқ. Шаңқай түс мезгілі еді. Академиктер асханасында отырған ғалым кенет жайсызданып орнынан тұрып кетеді. Арғы түптен тереңнен қозғалған ащы запыран демін тұншықтырып, бойын жайлап әл-қуатын алып бара жатқандай. Бірақ президенттің кабинетінде өтпек төралқа мәжілісінен қалған жоқ. Тек ұзақ отыра алмады. Рұқсат сұрап шығып кетуге мәжбүр болды. Лоқсуы мейманханаға жеткен соң да басылмады. Қан қысымы көтеріліп, халі сағат сайын ауырлай берді. Ақыры таң ата жедел жәрдем каретасы науқасты Кунцеводағы үкімет ауруханасына жеткізді. 30 қаңтардың таңы шайдай ашық болып атты. Қаныш түнде түс көрген екен. Сөйтіп бас жағында отырған мейізге көкесі саған бір қызық айтайын деп қызының қолын төсіне қойып мейірлене сипады. Таң атарда ғажап түс көрдім. Бір жосын қызық түс. Тыңдауға зауқың бар ма? Егер жақсы түс болса көке. Тауда жүрген сияқтымын. Алатау ма, Баянаула, әлде Ұлытау ма, әйтеуір құз жартастары ақар-шақар шатқалы оңғыл-шоңғыл биік тау. Қолында геологтардың Шарболат балғасы. Сірә кен қарап жүрсем керек. Қай тұстан қаптап шыққан білмеймін, бір уақытта қарасам, алды-артым жалаңдаған аш бөрілер. Жылып жегендей өршелене ұмтылып, әр жерімнен бір тартып қалып жүр. Соншама қаскөйлерге қайтып қарсы тұрасың. Алдымдағы құсар биікке шығып кетпек болып жанталаса тасқа өрмеледім. Бір мәрте оңбай сүріндім. Қол аяғымды тас шырып, қан жоса қылды. Әйтсе де жатып қалғам жоқ. Жан дәрмен ұмтылып, ақыры бір жақпар тастың басына шығып кеттім. Қызықты қара, әлгі бөрілер маған жете алмай қалған соң, етекте шоқиып отырып, ал ұлысын. Кейбіреуінің үні шәуілдеген итке ұқсайды. Ентігімді басып, айналама қараймын. Кенет әлде қайдан бір құс ұшып келіп, иығыма қонды. Қолыма алып қарасам, өзіміздің қара шаңырақ Бөкеш ағатайыңның қыран қаршығасы болғанын айтқанмын саған. Сол. Қаршығаны құмарлық билеп, үйрекке салғандай нұсқай жіберіп едім. Ғажапты қара құран құс басымнан шыр айналып, әрлі-берлі халықтарда көз жеткісіз қиянға көтеріліп кетті. Кәл деп қанша шақырсам да құсым қайтпады. Бұл енді қазақ ырымында аса жақсы емес. Соған да өкініп, қаршығамды іздеп жоғарыға өрлей түсемін. Қызықтың көкесін сонда көрдім. Биік таудың үсті деп отырғаным кенет шексіз далаға айналды. Кәдімгі көдесі бұрқыраған, селеуі толқыған қазақ даласы. Тынысым кеңіп, бір түрлі демалып қалдым. Геологиялық саяхатта жүрген сияқтымын. Соған да мәз болып бар даусыммен шырқата ән салып жіберіппін. Әлде кім түртеді, оянсам шешең екен. Ал, не дейсің бұған? Меніңше жақсы түс. Бірақ сен түске сенбеуші едің. Ал бүгін сенуге пейілмін. Әсіресе заңғар таудың басына шыққаныма ерекше мерейленіп, бойым сергіп, елге ауылға барып қайтқандай көңілденіп қалдым. Күні бойы сергек жатты. Әсіресе достары Славский мен Антропов келгенде одан бетер көңілденіп, қос министр сыйлыққа келген Маңғыстау түбегінің әкімшілік орталығы Форт Шевченко қазірде Ақтау қаласының жаңа жобасы бейнеленген альбомда қызыға көріпті. Соны парақтап отырып, түбекті игерушілердің аузы судан тарығып қатты шөліркеген жағдайын есіне алыпты. Түбектің жер асты қазынасы әлі әлем халқын таңғалдырады. Оған шүбә жоқ достар, дейді ғалым жігерлене сөйлеп. Бұл өңірде тек тұщы су жоқ. Заратушқа қоған
су орнына мұнай мен газды аста төк құйған. Құдай тағала ұмыт қалдырған суды сендер беруге тиіссіңдер. Тек қашан? Жуық арада, Қаныш Имантаевич, алаң болма. Теңіз суын тұщылайтын атомдық қондырғы салып жатырмыз. Соны енді сен үшін тездетіп іске қосамыз. Өзіңе содан су алғызып ауыз тигіземіз. Тек тезірек сауық, деседі министр достары. Қайран көңіл десеңші. Соған да науқас балаша қуаныпты. Осылайша Қаныш соңғы сағаттары соғып жатса да, осы Маңғыстаудың жерасты байлығын, жалпы қазақ жұртының жерасты байлығын табыстап, соны уайымдап жатады. Содан кейін мейіз таңға жақын әлденеге елегізіп оянып кетті. Содан кейін ұйықтай алсайшы. Әрлі-берлі аунақшып біраз жатты да апыл-ғұпыл киініп сыртқа шықты. Тубаста Мәскеу базарларының біріне соғып жидек қарамақ болған. Неге жидек десеңіз, осының алдыңғы күні Қаныш әкесі бір жидек жегім кеп тұр. Жидекке аңсарым ауып жатқаны деп жидек сұраған екен. Содан алайда әлденеге сыздаған жүрегі Кунцевоға қарай бұрып, сонда баратын метро пойызына іліккенін жер астында зымырап келе жатқанда бір-ақ аңғарды. Ол ауруханаға келгенде күн енді көтерілген мезгілді. Жан әкесінің есінен танып жатқанына бірер сағат болыпты. Тынымсыз тықылдаған өмір сағаты жүрісін бәсеңдетсе игі еді. Жоқ, тық-тық соғып, құрып балғыры сүйір тілі кешке 5-ке минут сайын жақындап бара жатқанды. КСРО жоғары кеңесінің төралқасынан Мәскеу, Кремль 1 ақпан 1964 жыл. КСРО жоғары кеңесінің төралқасы 31 қаңтар 1964 жылы ұзаққа созылған ауыр науқастан 65 жасқа қараған шағында көрнекті кеңес ғалымы, Қазақ КСР ғылым академиясының президенті, Лениндік және мемлекеттік сыйлықтардың иегері, КСРО жоғары кеңесінің депутаты, КСРО жоғары кеңесінің одақ советі төрағасының орынбасары академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қайтыс болғанын қамыға қайғырып кеңес халқына хабарлайды. Туған елі сүйікті перзентімен 3 ақпан күні қоштасты. Таңертеңгі мезгіл еді. Шай ішіп отырған, қабырғадағы радио табақ кенет өзге сөз құрғандай Қаныш Сәтбаев дүниеден қайтты дегені. Біреу желкемнен тұйық болғандай болды. Есімнен айырылып қалыппын деп егілі есіне алғанда сол бір қаралы күнде байырғы барлаушы Халық Темірбаев ақсақал. Бала-шағам дәрігерге жүгіреді. Есімді жиған соң ай шайға қарағам жоқ, белімді буып аэропортқа жеттім. Қанағаңдай асыл жан дүниеден кетіп бара жатқанда мен кіммін? Зейнеткер шалдың саулығы, ғұмыр кімге дәрі деген кеуде ғой баяғы. Қанағаның ақ жүзін көріп топырақ салайын. Өзара келіскендей ақ ескі бұрғылаушылардың бір талайы аэропортта жүр. Ал Алматыға билет жоқ. Штефановты ұстап алып, біз бармасақ сен де кетпейсің, самолет жалда деп қыспаққа алдық. Сөйтіп сонау жылдарда Бурабай басында тірлік еткен, жаңа өнерге үйреніп, жұрт қатарына қосылған ескі жұмыскерден 10 шақты адам Қанағанды ақтық сапарға шығарып салуға аттандық. Мұндай жүздеген азал хаттар келіп түскен. Бұдан 3 жыл бұрын ұлы замандасын жерлеуге арналған қаралы жиында Қаныш Имантайұлы жан дүниесі сөгіліп тұрып, Мұхтар Әуезовтің есімі бұдан былай тарихтың еншісіне көшеді. Оны енді қазақ халқының ұлы перзенттері Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов есімдермен бірге атайтын боламыз. Талай жылдар өтер, келешек ұрпақтың аузында ардақты Мұхаңның жарқын бейнесі әңгіме, жыр, ән болып таңға жайып, аңызға айналып, уақыт ұзаған сайын қайта-қайта жаңарып айтыла бермек. Ал сенің асыл нұсқа, өлмес мәңгі шығармаларың болса қадірлі Мұха, өзіңнің дара бейнеңдей халық жадында, ұрпақтар алдында таңда туар шолпан жұлдызындай әрқашан жол нұсқап жарқырап тұрмақ дегенді. Нақ сондай ұлағат сөзді мәңгі ұйқыда жатқан асыл Қанекеңнің өзіне де айтар мезгіл туды.
Қазақтың ұлт мәдениетінің қос бәйтерегі өмір жолын бастар шақта ел көгіне бір мезгілде шығып ғұмыр бойы иық тіресе жүріп еңбек еткен еді. Міне енді тағдырдың жазуын қараңыз. Жер бесікке де қабірлері қатарлас түсті. Сәтбаев институтының алдындағы қазірде Шоқан Уәлиханов атындағы тік көшені бойлап жоғары өрлейсіз. Сәлден соң құйрықты жұлдызға ұқсап ағып өткен жас Шоқанның бойшаң мүсініне кез боласыз. Оның алдында Қазақстан ұлттық ғылым академиясының зәулім ғимараты, гранит баспалдақпен екінші қабатқа көтерілесіз. Сол сәтте өзіңізге маңғаз келбетпен барлай қарап, осы ордаға қандай келелі ғылыми іспен келдің, не әкелдің, берерің не деген емеурінмен бойың мен ойыңды шамалап, қасқайып отырған маңдай жарық Қаныш Имантайұлын көресіз. Қаныштың қаһармандық ерлікке парапар бір заңғар ісі Ұлы Отан соғысының ең ауыр кезеңінде жезді кенішін жедел ашқызып, Оралдың металлургия өндірістеріне аса ділгер шикізат тауып беруіне қоса, Жезқазғанның аса құнарлы мыс кенін Балқаш зауытына тәулік сайын эшелондап жөнелтуге мұрындық болғандығы. Нәтижесінде әскери мақсатқа қажет құрыштық марганецтің 3-тен 2 бөлігі, мыстың 3-тен 1-і Ұлытау атырабындағы кен қоймаларынан өндірілген. Қазақ ғалымының осы еңбегі сол кезде де қазірде де лайықты бағасын алған жоқ. Ұлы Отан соғысының 4 томдық тарихында бұл деректер бадырайта жазылғанмен соны жасаушының есімі түсініксіз себеппен аталмай қалған. Жаратылысты танып білу тегінде шегі жоқ іс. Геологиялық ізденістерге де шекара қойып, оның шалқар кенділігіне де шак келтіруге болмайды. Қазақ ғалымы нақтылы барлаумен ғұмыр бақи шұғылданғандықтан шығар, өзіне шектеулі мақсат қойып, жер ғаламшарының даму тарихын 1,5-2 миллиард жыл көлемінде, яғни өте көне және аз зерттелген Кембрий дәуіріне дейінгі аралықтың құпиясын ашуға ниеттенген. Үйтетін себебі орталық Қазақстан бойынша күллі Сарыарқа атырабының кіндік жоны деп түсіну шарт. Академик Сәтбаев мектебі оны 0,6 миллиард жыл шамасында яки ерте палеозой дәуірінде түзілген кен орындарының заңдылықтарын болжау арқылы сәтті шешті. Сол үлгіні енді одан да әрірек жатқан дәуірлерге қолданып көрсеші. Академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қоғамдық ғалымдардағы мұрасы деп аталған ғылыми кітабында тарихшы Батырбеков Шәмшия-бану Қанышқызының ғалым перзенті. Осынау келеңсіз қиянат жайында 12 жыл бойы ғалымның ғылыми еңбектерін жариялау, насихаттау түгілі есімін атауға, әдеби шығармалары жазуға, тіпті Ұлттық ғылым академиясын құрудағы тарихи қам-қарекетін көрсетуге республика басшылары тарапынан жасырын түрде тыйым салған әділетсіздік орын алды. Бұл туралы масқара айғақтар мен материалдарды көптеп келтіруге болады. Тек 1987 жылы ғана жөн жосықсыз шектеу тоқтап, туғанына 90 жыл толуына байланысты Қазақстан үкіметінің Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың есімін мәңгі есте қалдыру туралы қосымша қарары қабылданып, ғалымның ғылыми мұрасын зерттеу, кең түрде насихаттауға жол ашылды деген уәжінің бір сөзінде теріске шығаруға болмайды. Ұлт тарихының дара тұлғасын ардақтау турасында Славский 1981 жылы менімен сұхбат үстінде «Сіздер қазақстандықтар көңіліңізге келмесін, турасын айтайын, қандай ұлы адамды жоғалтқандарыңызды әлі де сезінген жоқсыздар. Қаныш Имантаевичтің шынайы қадір-құрметін бұл ғасырда жете біліп терең ұққандар қазірде тіпті азайды. Сірә оған лайық әділ баға 21 ғасырда берілер. Бәлкім соның бас кезінде» деп Ефим Павлович қынжыла басын жайқап сөзін былай деп түйіп еді. «Мен оны көре алмаспын, бірақ нақ солай болатынына титтей де шүбәм жоқ». Ғалымның 100 жылдық тойы жер планетасының 2 құрлығында зор марапатпен өтті. Алматыда басталған мерекенің салтанатты шеруі Бішкекте, Ташкент, Бақы, Ашхабад пен Душанбеде, Ресейдің Том, Новосібір, Омбы, Саратов, Астрахань, ең соңында Мәскеудің бас ғылым ордасында жалғасты. Әрине, қазақ ғалымының ғылыми мұрасына деген тамаша құрметтің төресі ЮНЕСКО-ның бас штабы орналасқан Парижде көрсетілді.
1979 жылғы 31 шілде күні Қырым жұлдызханасының астрономы Черных күнді айналатын үлкенді кішілі ғаламшарлар жүйесінен жаңа астероид ашып, халықаралық ғаламшар орталығына Американың Смитсон институты сол жерге хабарлаған. 4-5 жыл қосымша бақылаудан соң Қырым астрономының бұған дейін ғылымға белгісіз кіші ғаламшар ашқандығы мәлім болды. Ғалым физиктің өтініші бойынша оған Қазақстанда астрономия ілімін өркендетуге зор еңбек сіңірген тамаша кеңес ғалымы академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың есімі берілді. 1984 жылы. Түпсіз жұлдыздар әлемінің туғиырында күннен 2223 астрономиялық қашықта, яғни 332 миллион шақырым қашықта алыста. Шеңбері 11 шақырым болатын, түсі қара қоңыр, қатты жыныстан тұратын, Марс пен Юпитер аралығында шыр айналып жүрген, және жерден 1 жыл 5 айда бір-ақ мәрте бақылауға болатын әлемдік жұлдыздар картасында 2402 санына ие Сәтбаев ғаламшары ғарышты мәңгі шарлауда. Осымен біздің видео сериямыз тәмам. Жамбыл ақын менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен Сүйінбай десе, менің пірім Ғабдул Қаныш, даңқы жеткен сонау ғарыш деп аяқтаймын.